Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма қолдап, тіркеліп, және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен жұмсақ алтын түстес болып шығатын шелпектердің рецептімен бөлісіп шығамын. Ең алдымен ұнымызды алып, бір қасық тұзымызды және шекерімізді салып, бір қасықтан және де 2 жұмыртқамызды саламыз. Және сүтімізді жылытып, қамырымызды илеп аламыз. Жұмсақ қамыр шығады. Осы рецептпен дайындап жүргеніме біраз болды. Менің рецептіммен көріп жасауларыңызға болады. Менің рецептіммен шелпек жасаңыздар. Өте жұмсақ, алтын түстес, 2-3 күнге дейін жарайтын шелпек шығады. Осылай қамырымызды біріктіріп, 2 сағатқа жылы жерге жауып қоямыз. Содан қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды алып, 7 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды 7 бөлікке бөліп аламыз. Бөліп алдық. Енді қолымыздың көмегімен домалақ күлше жасаймыз. 7 күлше шығады. Достар, менің каналыма қолдап, лайк басып, комментарий жазуды және де видеоның соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Осылай күлшемізді жасап алдық, домалатып. Өте керемет, жұмсақ, алтын түстес, сап-сары шелпектер шығады. Және де 2-3 күнге дейін сақтауға болады. Өзінің жұмсақтығын кетірмей тұрады 2-3 күнге дейін. Осылай қамырымызды жаямыз. 7 күлшемізді де осылай жайып алып, және шамалы қоя тұрамыз 5-10 минутқа. Сосын көтерілген соң тавамызға майымызды құйып, қыздырып, бір-бірлеп пісіріп, алтын түске енгенше, қызарғанша пісіріп аламыз шелпекті. Шелпегіміз алтын түстес болып, жұмсақ болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындауды ұсынамын. Шелпегіміз дайын.